Сәлем достар, біз бүгін осындай кәжекейдің выкройкасын сызатын боламыз. Бұл кәжекей 11 жасар қызға арналып тігілген 5-ші сынып оқушысы. Егжей-тегжейлі бәрін көрсететін боламын. Каналға жазылайық, лайк басып, комментарий жазып, қолдап отырайық достар. Ол үшін біз қазір қағазға сызып көрсететін боламын. Бұл баланың иық өлшемі 32 сантиметр. Оны мен, мысалы, мынау иық болса, мойны басы болады ғой, міне, оң жағынан сол жағына дейін 32 сантиметр болды. Өлшегенде оны 2-ге бөлеміз, 16 сантиметр. Обхват груди, кеуде өлшемі дейді ғой, 70 сантиметр. Мен всегда артығымен аламын, 20 сантиметр қосамын. Шовқа, на свободу облегание барлығына қосқанда 20 сантиметр, 90 сантиметр болады. Оны 4-ге бөлеміз, 22-де 5 сантиметр болады. ДТП деген бізде иық жақтан белге дейінгі биіктік 36 сантиметр. Осы сандармен қазір жұмыс жасайтын боламыз. Баска деген жаңағы белінен төмен тұратын жағы биіктігі 25 сантиметр деп алдым. 25 сантиметр бұл шовмен бәрімен 25 сантиметр. Енді қазір артқы бөлікті сызамыз. Жаңағы біздің иық өлшемін біз 2-ге бөлдік қой, 16 сантиметр деп. Соны мына шеттен екінші шетке дейін 16 сантиметр белгілеп аламыз. 36 сантиметр, 2 сантиметр шовқа қосып, сонда бізде 38 сантиметр болады. 38 сантиметрлік сызық сызамыз. Бұл жер бізде изгиб болады. Бұл артқы жағы. Мойын ойындысының 7 сантиметр, төменге қарай 3 сантиметр пішінін келтіреміз. Иықтың тұсынан төменге қарай 22 сантиметр төмен түсеміз. Жоғарғы жағынан 3 сантиметрді белгілеп иығымызды сызатын боламыз. Мына сызық бізде пройма дейді. Пройманың биіктігі. Мына көлденең жатқан сызық кеуденің айналымы 22-де 5 сантиметр. Мына жерден 7 сантиметр белгілейміз. Жоғардан төменге қарай 38 сантиметр жазып қойып жатырмын. Мына аралық 7 сантиметр. Төменге қарай сызық сызамыз. Бір жағынан 1 сантиметрден беріп, выточкасын келтіреміз. 1 сантиметр беріп тұрып, бұл жерде қазір тігіспен 0,5 сантиметр кетеді. Сонымен 1,5 болады выточка. Беттіктірсе 3 сантиметр. Сосын осылай қолдың пішімін келтіріп сызамыз. Сосын осы екі аралықты қақ ортасынан бөлеміз. Сол кезде қақ ортасын белгілеп, осындай сызық сызып, доғалдау қылып, осындай қылып пішімін келтіреміз. Жоғарғы жағына где-то 3 сантиметр шығарыңыздар. Себебі қиып тастап бірге жалғап қосқан кезде мына осы бөлігі бізде кеміп қалады, жетпей қалады. Сондықтан 3 сантиметр артығымен алып жатырмын. Сосын осылай жайлап пройманың пішінін келтіреміз. Бұл бізде артқы бөлік. Енді қазір алдыңғы бөлікті сызамыз.
жаңағы 38 сантиметріміз тұтамыз. Көлденең 16 сантиметр. Дәл қайталаймыз. Арт жақтағыдай. Иығымыз бізде 16 сантиметр болды. Мойын ойындысы бізде 7 сантиметр болды. Төменге қарай 22 сантиметр. Дәл жаңағыдай қайталай береміз. Төменге қарай 3 сантиметр иығымыз тұсамыз. Бұл жерде 1 сантиметр қосып, 22-де 5 сантиметр болды ғой жаңа, енді 23-де 5 сантиметр болады. Себебі мына алдыңғы жағынан біз подбордты тіккен кезде 1 сантиметр шовқа қайырылып ішке қарай кіріп кетеді. Сондықтан біз 23-де 5 сантиметр деп алып тұрмыз. Мхм. 38 сантиметр алдыңғы жағы. Жоғарыдан 24 сантиметр белгілейміз. Бұл бізде кеудеміздің биіктігі болады. Міне сызып алдық. Енді 8 сантиметр белгілейміз. Мына шетінен выточканы 1-1 сантиметрден береміз. Қолдың пішімін осылай келтіре беріңіздер. Примерка барысында белгілі болады барлығы. Қақ ортасын белгілеп, жаңағы выточкамызбен қосып атырық. 3 сантиметр артық аламыз. Артық алған жақсы, жетпей қалғаннан лучше артық болғаны жақсы. Бір сантиметр немесе 1,5 сантиметр ішке қарай кіргіземіз белімізді. Мен жаңа обхват талия жазуды ұмытып кетіппін. 59 сантиметр бұл балада. Артқы жағынан да 1,5 сантиметр. 1,5 сантиметр кіріп, сосын мынау жаңағы алдыңғы жағы кеуденің биіктігіне қарай сызамыз осылай. Мына жер всегда артық шығуы мүмкін, қыздар. Одан қорықпаңыз. Кеудесі де артық шығуы мүмкін. Қиып тұстау оңай, чем жетпей қалғаннан көрі. Сондықтан осылай қорықпай артық ала беріңіздер. Примерка жасағанда барлығын келтіріп аласыздар. Артығын алып тастайсыздар. Сосын міне артқы жақтан 1 сантиметр кішкене көтереміз. Өйткені көбінесе артқы жақ түсіп кетіп жатады. Алдынан артқы жағы кішкене қысқалау болады ғой. 1 сантиметрді осылай белгілеп, мына шетімен біріктіреміз. Осылай. Енді осылай кесеміз матаны. Ертең осының бәрін матаға сызып көрсететін боламын. Екінші бөлімінде примеркеге дайындаймыз оны. Сосын артығын кесетін боламыз. Міне 1 сантиметр жаңағы выточканыкін алып тастаймыз. Сосын 0,5 шов болады. Сонымен сонда выточкамыздың мына жағынан 1,5 сантиметр, мына жағынан 1,5 сантиметр, сонда барлығы выточкеге 3 сантиметр беріліп кетеді, тігісімен қоса. Міне осылай қосылып тігілетін болады. Жаңа айттым, артығы болса артынан қиып тастаймыз, ол жағынан уайымдамаңыздар. Міне мынау бізде арты.
арты мен алдын міне осылай болады. Қиып алдық. Міне выкройкамыз дайын. Енді жаңа обхват талии жазуды ұмытып кетіппін деп айттым ғой. Соған 59 сантиметр. Бел айналымы 59 сантиметр екен. Оны 4-ке бөлеміз 59 сантиметрді. Бізде 14-ті 75 шықты 4-ке бөлгенде, оны біз округлять етіп 15 деп аламыз, е. Сосын свобода облеганияға 1,5-2 сантиметр өз қалауыңызға қарай қоссаңыз болады. Сол кезде бізде 16-да жарым шығады. Сол 16-да біз қазір басқыны краить етеміз. 16-да 5 сантиметрді белгілейміз. Жоғары биіктігі 25 сантиметр. Шовқа бәріне. Көлденең 30 сантиметр осылай қосамыз. Бұл бізде басқымыз. Сосын артқы жағынан кішкене 1 сантиметр осылай орта жағынан алып тастап, шетімен біріктіреміз. Сосын астыңғы жағы түсіп кетуі мүмкін. Түсіп кетеді де,